Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге дәл осындай дәмді болып шығатын муравейниктің рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болып, видеоның соңына дейін көріңіздер. Бұны жасау үшін алдымен ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып, дәл осылай венчикпен кішкене ғана араластырамыз. Ешқандай қиындығы да жоқ, өте оңай. Оның үстіне қасықтың ұшымен тұз, қасықтың ұшымен тағы сода және шымшым лимонная кислотаны салатын боламыз. Осылай кішкене ғана араластырып аламыз. Кейін оның үстіне ерітілген сармайымызды саламыз. Дәл осылай тағы да араластырамыз. Ұнның жарты бөлігін салып, қамырды илеуді бастаймыз. Алдымен осылай жартысын салып аламыз. Қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін, егер барлығын бірден салып жіберсеңіздер. Осылай қамырымыз қолмен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Бізде жұп-жұмсақ әрі майлылау қамыр пайда болады. Қалған ұнды салып, қамырды илеп аламыз. Міне дәл осындай жұмсақтықтағы қамыр пайда болу керек. Енді мясорубкадан дәл осылай қамырымызды кішкене бөлшектен алып отырып өткіземіз. Шамамен 3-4 сантиметрде болуы керек. Қамыр мүлдем бір-біріне жабыспайды, оңай қоюға болады. Менде осындай ыдыстан 2 печеньелер пайда болды. Дәл осылай қалың қылмай, тек қана бір қабат етіп, барлығын жеке-жеке қойып шығамыз. Дәл осылай болу керек. Егер 2 қабаттан қойсаңыздар, піспей қалуы мүмкін. Қызарғанша пеште пісіріп аламыз. Дәл осындай видеодағыдай болып шығады. Сондай нәзік әрі дәмді көрінеді. Дәл осылардың барлығын бірге саламыз. Үстіне қоюлау сгущенканы таңдаңыздар. Сгущенканың сапалы болуы маңызды. Осылай барлығын салып, қасықпен жақсылап аккуратно араластыратын боламыз. Сіздер сгущенканың орнына қайнатылған қою сгущенканы да қолдансаңыздар болады. Варенканы, яғни барлығын біркелкі араластырып аламыз. Сіздер дастарханға өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ұсына аласыздар. Менің кеңесіме сүйенсеңіздер, мен осылай пиалаға салып, тарелкаға қоямын. Пиаладан салғаннан кейін шашырап кетпеу үшін тығыз етіп салуымыз керек, көбірек. Енді бетін тарелкамен жауып аударып аламыз. Бетіне кокосовые стружки немесе осылай мак сеуіп ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді әрі нәзік муравейник. Сіздерге міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздерге ас болсын.